Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Феруза. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ерекше Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Каналымнан өте пайдалы әрі ерекше тағамдарды таба аласыздар. Достарыңызбен бөлісе кетуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге қатып тұрған сары май керек болады. Сары майды ұнға аунатып, үлкен тісшесі бар үпкіштен өткіземіз. Әр өткізген сайын ұнға аунатамыз. Сонда сары майымыз тез еріп кетпейтін болады. Енді үстінен жарты шай қасық тұз салып, араластырамыз да. Бір жұмыртқа және қаймақ салып, күрекшенің көмегімен барлығын біркелкі масса болғанша жақсы араластырып аламыз. Енді қамырымызды илеп аламыз. Негізі үстелдің үстіне илеген өте ыңғайлы. Кәдімгі еттің қамырын илегенде илемейміз. Осылай жан жағынан ортасына қарай жинаймыз. Қолдың жылуымен сары майымыз еріп кетуі мүмкін. Сондықтан осылайша жұмыс жасаймыз. Жан жағынан алып, ортасына қарай жинаймыз. Осылай дөңгелек етіп, таразының үстіне қойып, өлшеп аламыз. Менде қамырым 814 грамм шықты. Енді осы қамырымызды 10 бөлікке бөліп, бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Сүтті отқа қойып, қатты ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Ыдысымызға шекер, жүгері крахмалын, ұн және кішкене тұз салып, араластырып аламыз. Содан соң үстіне 3 жұмыртқа салып, тағы да біркелкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді үстінен ыстық сүтімізді құямыз. Барынша жылдамырақ араластыру керек. Содан соң осы массамызды қайтадан басқа ыдысқа құйып, отқа қоямыз. Орташа отта үзбей араластыра отырып, қоюланғанша күтеміз. Креміміз қоюланды. Міне көріп тұрғандарыңыздай крем бұрқылдап қайнап келе жатыр. Енді сол кезде үстінен біз сары майымызды салып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді ол тез суы үшін осындай жайпақ ыдысқа құямыз. Бетін пищевой пленкамен жабамыз. Осылай кремге жабыстырып тұрып жабыңыздар. Сонда кремнің беті кеуіп кетпейді. Толықтай суытамыз. Содан соң 1 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Міне қамырымыз қатты. Біреуін алып, қалғанын холодильникке салып қоямыз. Пергамент қағазына ұн сеуіп, қамырымызды ұнның көмегімен жаямыз. Жайған кезде осылай пергамент қағазын айналдырып тұрып жайғандарыңыз ыңғайлы болады. Жұқалап жайған соң кальцонмен немесе тарелкамен 20 см етіп өлшейміз. Шетіндегі артығы бетін әсемдеуге керек болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне корждарымыз пісіп шықты. Енді осылай кальцонның көмегімен ақырын ғана кесіп шығамыз. Бізде корждарымыз қытырлақ болғандықтан ақырын кеспесеңіздер, бізден корждарымыз сынып кетуі мүмкін. Мінеки корждарымыз дайын. Менде 10 корж шықты. Егер сіздер төменірек торт жасағыларыңыз келсе, 22 сантиметрден 8 корж жасасаңыздар болады. Енді кремімізді жасауды жалғастырамыз.
Ол үшін бірінші кілегейімізді миксермен қою болып көпсігенше айналдырып аламыз. Кілегей менде 33%. Кілегей міндетті түрде салқын болып тұруы керек. Міне біздің кілегейіміз дайын болды. Осындай қоюлықта болып шығады. Мінекей креміміз салқындады. Енді осыны басқа бір ыдысқа салып, бір қалыпты масса болғанша тағы да бір рет миксермен айландырып аламыз. Енді үстінен кілегейімізді аздап шетінен сала отырып, тағы да қою болғанша жақсылап миксермен айналдырып аламыз. Бізде осындай пломбир кремі шығады. Дәмі балмұздаққа ұқсайды. Шетіндегі тілімдерді осылай үгітеміз. Қатты ұсақ етіп үгітіп тастамаңыздар. Онда әдемі болып көрінбей қалады. Мінекей осындай қылып үгітіңіздер. Міне корждарымызды осылай қойып, жеткілікті мөлшерде кремімізді жағып аламыз. Осылайша тортымызды жинаймыз. Крем жаққаннан кейін екінші коржды қойғаннан кейін үстінен кішкене басын қыраймыз. Осылайша тортымызды жинаймыз. Содан соң қалған кремімізді жан-жағына және үстіне жағып, 1 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Тортымызды холодильниктен алып, шетіне және үстіне осы крошкаларды сеуіп шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын. Тоңазытқышқа 15 минутқа қойып аламыз. Осымен біздің өте дәмді тортымыз дайын болды. Ең керемет рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.